Сәлем баршаларыңызға қыздар. Бүгін мен сіздерге лайфхак айтатын боламын. Осындай өтегіміз қап-қара дақты бір ғана затпен кетіретін боламыз. Қазір көрсетемін. Осындай парацетамол таблетка үйімізде болса, осы бір таблеткасын алып, және өтегімізді тоққа қосып қоямыз, қыздырып. Осы бір таблетканы алып, осылайынан үйкейміз. Мына осылайынан үйкейміз. Егер бір таблетка жеткіліксіз болса, тағы да 2 таблетка, қанша таблетка қосқанда кетеді, соған дейін сала береміз осылай. Осы бір таблетка жеткіліксіз болып тұр. Тағы екінші таблетканы алдым. Қысып тұрған өтегімізге осылай парацетамол таблеткасын үстіне қойып, қыздырып, ертіп, осылай үйкейміз. Қара дағын үстіне қойып, міне. Ешқандай ештеңе қосып отқан жоқпын, өздеріңіз көріп отырсыздар, міне. Қолдарыңызды абайлайсыздар, өйткені ыстық күйіп қалуы мүмкін. Біз осындай өтегіміздің дағын бір ғана затпен тазалап аламыз, міне, көрдіңіздер. Таблеттің сүртіп алайын үстін. Мінекейіңіз. Міне таблетканы осылай ыстық үстіне қойып, қай жерінде дағы бар, осылай ысқылап шығамыз. Бұл ериді өтектің бетінде тұрып. Қандай зат болсын, барлығын алып сөйлеген, өте таптырмас средство екен. Үй жағдайында осындай өтегіміз мынандай болып қалыпты деп, я сым жуғышпен ұрсудың, я губкамен ұрсудың қажеті жоқ. Ешқандай да күш салып отқан жоқпын. Только таблетканы осылай басып отырсаңыз болғаны, бетіне ертіп ше. Мінекейіңіз. Қараңыздаршы, қалай болып отқан. Осылай біздің өтегіміз тап-таза болды, міне, қыздар. Ал қыздар, біздің жаңа өтекті тазалап алдық. Дағы жоқ бетінде ше, просто беті андай күйіп қалған, темірдің өзі. Қызғаннан сондай із алып болған. Бірақ бетінде дағы жоқ. Міне осындай тап-таза болып шығады екен парацетамолмен. Мен 5 парацетамол құрттым болған. Негізінде бұл екінші эксперимент. Алдында біреуін тазалағам. Ол кезде 1-2 штук қана кетті. Міне. Өтегіміз енді жақсы болды. Егер видеом пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және келесі видеоны көруге кеңес беремін.